Жанкелді, спортшыларды қолдау көрсетіп қойыңыздар. Қошеметтеріңіз. Врач. Qadamiylarimizni to'yqoldi. Shegizga Yilxon Murod chetdi. Atro bo'lsa, 20 kg salmoqdan jeng'urtoq adamdi. Qirq kg salmoq arasida jeng'urtoq jo'ragilarni Senastog'rona chaqiramiz. Sportçularımızı bilenmen marifata rəsmi жүргізеді. Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрлігінің спорт және дене шынықтыру істері комитетінің төрағасы Самат Серікханұлы Ерғалиев мырза. 40 кг салмақ арасында 3-ші орын алғаны үшін Асел Русланова марапатталады. Атырау облысы. 3-ші орын алғаны үшін Зере Өтепқали марапатталады. Атырау облысы. Екінші орын алғаны үшін Камила Алиханова марапатталады. Абай облысы. Arada yeni getirdi. 40 kg salmoq arasında jеңімпаз болғаны үшін Сабина Юлдашбекова марапатталады. Шымкент қаласы. Suda çok öyle. Sporçlarımızda dikine marapаттау rәсімін жүргізеді. Қазақстан Республикасы Дзюдо Федерациясының бас хатшысы, Бейжің Олимпиада ойындарының күміс жүлдегері Асхат Расулұлы Жыркеев мырза. Hürmetli Janki Ahmet, sportçu kamu finalı кездесулерімізді жалғастырамыз. Бірінші Ғалиге, 44 салмақта қола бедесін. Сандуғаш Молдағали, Қызылорда облысы, Сапар Мұхтарова, Астана қаласы, 3-ші Ғалиге, 44 салмақта екінші қола бедесін. Асар Сапарғалиева, Жетісу облысы, Айзал Баукерова, Қарағанды облысы.
Życzę dla głosu. Matej.
İnanın kendisinden çalışmalar, yıkışıkları gibi. Dönümler sonlarında altın editörlerimize basmayın. Altını gide, kartına şapur olmasın. Kurtunu gide, karşılısın, algılar olmasın.
Yerli salonlarında жеңімпаз жүлдегерлерді жеңіс сыйлығына шақырамыз. Yerli salonlarında sporcularımızı medalli marifetleri жүргізеді. Қазақстан Республикасының спортты дамыту дирекциясының директоры Оралбай Еркебұлы Жақсыбеков мырза. Yerli salonlarында 3-ші орын алғаны үшін Дамир Сыдырбай марапатталды. Түркістан облысы. 3-ші орын алғаны үшін Нұрбол Асқар марапатталды. Жетісу облысы. Екінші орын алғаны үшін Ернұр Батырғали марапатталды. Түркістан облысы. Елдегі салмағында жеңімпаз болғаны үшін Ерхан Мұрат марапатталды. Атырау облысы. Спортшыларымызды дипломмен марапаттау рәсімін жүргізетін Астана қаласының дене шынықтыру және спорт басқармасының басшысы Самат Сәбитұлы Жылқыбаев мырза.
Спортшыларымыздың естелік сөзі. Құрметті спорт сүйер қауым және қонақтар, финал кездесуімізді жалғастырамыз. Бірінші қадамеге 55 кг салмақта қалам белдесу. Ақтөбеге Ерназар Оразбаев, Астана қаласы. Көктөбеге Бақдәулет Қабдешев, Алматы қаласы. Үшінші қадамеге 55 кг салмақта екінші қалам белдесу. Ақтөбеге Қайрат Жеңгесұлы, Алматы қаласы. Көктөбеге Жеңіс Тараққа, Қарағанды облысы. Бірінші қадамеге қалды жеңіске Бақдәулет Қабдешев жетті. Алматы қаласы 25 кг салмақта қола жүлдеге. Құрметті спорт сүйер қауым және қонақтар, екінші қадамеге
25 gram salata attım biletini kısmına bastayız. Attım gide. Ulan benim koysa kızıllar olsa. Kırmızı gide. Makşat alıcılı. Attım benim olsa. Я тебе вот такую передавал, нет? Кон. Taraf ülkeler savaşları diye şeyde basın içindekilerinde şeyde sınırlarına şarkılamaz. Taraf ülkeler savaşları diye sporcularımızı ileri varakla uğraştırıcı vesiledir. Zaman diye bende biraz oka. Bak ulan gitti. Ver. Çaya.
Türkiye Savunması'nda sporcularımızın medali marifeti rəsmi жүргізеді. Астана қаласының Олимпиада спорт түрлері бойынша спортты дамыту дирекциясының басшысы Бағдат Болатұлы Танер мырза. Türkiye Savunmasы'nда үшінші орын алған үшін Айзат Баукелова марапатталады. Қарағанды облысы. Үшінші орын алған үшін Сапаргүл Мұхтар марапатталады. Астана қаласы. Екінші орын алған үшін Гүлхан Шыңғысхан марапатталады. Атырау облысы. Türkiye Savunmasы'nda жеңімпаз болған үшін Іңкәр Құралбай марапатталады. Жамбыл облысы. Спортшыларымызды дипломмен марапаттау рәсімі жүргізеді. Астана қаласының дзюдо президенті Айса Әмбекова Шұғалиева. Айдосы, неге оқыған? Мен вообще пайдаланған жоқпын әріп. Birinchi aldığımız. Sporçlarımızın естелік сүреді. Aslanın bazı orada İssabay. Жетпіште бар. Құрметті спорт қауымдастығының өкілдері, финалдық кездесулерімізді жалғастырамыз. Бірінші бәйге 48 кг салмақта қола жүлдесінде Түлігіде Кира Кигай жетісу облысы, Түлігіде Сырбат Тағай Түркістан облысы. Үшінші бәйге 48 кг салмақта екінші қола жүлдесімізді шақырамыз. Түлігіде Атбек Ері Алла облысы, Түлігідегі Маржан Қалбек Алла облысы. Mate. Azma. Mate. Azma. Mate.
Hajime.
Asa Türkiye'de tutunamaz. Atay. Atay. Beşinci yılda bilgileri kaldığı şekilde başlar kabul edildiler. Allah'ın olsun. Temsilcilerin bakımına ulaşır gibi.
Final geçişlerimizi başlarız. İkinci dönemde 48 yılın sallatları altın belirtilerimizi başlayacağız. Ağzını geliyor. Ali Bayram Akşamı, Kanalı'dan korkusuna, bu ülkede sınava sayılır, İstanbul'da. Adam bir olan şey geçtiği sınırda sayılır içinde. İstanbul'da. 48 yılın sallatları
Елбескелі салман арасында жеңімпаз жүлдегерлерді жеңіс тобына шақырамыз. Елбескелі салман арасында спортшыларымызды медальмен марапаттауға рәсімделді. Қазақстан дзюдо федерациясының вице-президенті Ержан Абсадоллаұлы Сайдинов мырза. Елбескелі салман арасында үшінші орын алған үшін қайрат жеңісұлы марапатталды. Алматы облысы. Үшінші орын алған үшін Бақдәулет Қабдешев марапатталды. Алматы қаласы. Екінші орын алған үшін Мағжан Аманжолов марапатталды. Ақтөбе облысы. Елбескелі салман арасында жеңімпаз болған үшін Орал мен Байзақ марапатталды. Қызылорда облысы. Спортшыларымызды дипломмен марапаттау рәсімі жүргізілді. Жарысымыздың құрметті қонағы Маңғыстау облысының дзюдо федерациясының вице-президенті Нұрлыбек Қадырғалиұлы Ақиқат мырза. Спортшыларымыздың естелік сурет. Құрметті спортшылар, жаттықтырушылар, жеңімпаз жүлдегерлер, жаттықтырушылар, спортшылар, Ақсай секторына жиналуға рұқсат марапаттау рәсімінен кейін. Қырық сегізгелі салман арасында жеңімпаз жүлдегерлерді жеңіс тобына шақырамыз. Қырық сегізгелі салман арасында спортшыларымызды медальмен марапаттау рәсімі жүргізілді. Астана қаласының спорттық бұқаралық іс-шараларды өткізу дирекциясының басшысы Бақтияр Елубайұлы Асанов мырза. Үшінші орын алған үшін Кина Бегай марапатталды. Жетісу облысы. Үшінші орын алған үшін Мағжан Қалбек марапатталды. Алматы облысы.
48 келі салмақ дәрежесінде чемпион болғаны үшін сынбар Зайыл марапатталды. Түркістан облысы. Спортшыларымызды дипломмен марапаттау рәсімі өткізілді. Дзюдодан Қазақстан Республикасының мемлекеттік атқарушы Жандос Абдулқалиұлы Қонысбаев мырза. Спортшыларымызбен естелік сыры. Құрметті жарыс көрермендері, дзюдодан жасөспірімдер арасында Қазақстан Республикасының бірінші күні өз мәресіне жетті. Екінші жарыс сағат 9:00-де басталады.